Саламатсыңдар ма, 2-ші сынып оқушылары? Дүниетанудан 29-шы және 30-шы сабақтарды бірге орындайық. 29-шы сабақ адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Сен тау, өзен, көл туралы мағлұмат аласың. Адам еңбегіне жергілікті жер жағдайының қалай әсер ететінін білесің. Арман. Балалар, алдарыңда Қазақстанның физикалық картасы берілген. Одан таулар мен жазықтарда, өзендер мен көлдерді көрсетіңдер. Картада таулар қоңыр, жазықтар жасыл және ашық сары түске боялған. Тау бұл жер бетінің биік тұсы, жазық жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін кең алқабы. Міне балалар, бұл Қазақстанның физикалық картасы. Ол картаның астыңғы бөлігінде шартты белгілер көрсетілген. Шартты белгілер дегеніміз тауларды, жазықтарды, өзендер мен көлдерді, теңіздерді, мұхиттарды картадан тез тауып алу үшін осылай кішкентай қылып бейнелеп бізге көрсеткен екен. Енді шартты белгідегі бірінші белгіге қарайық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы. Яғни мына картаның сыртында қызыл сызықпен және қара бөлінген сызықтармен бейнелеген бөлігі біздің Қазақстан Республикасының шекарасы екен. Келесі өзендерді жіңішке көк сызықпен бейнелепті. Бізде бұл жерде Іле өзені, Жайық өзені бар екен, балалар. Жақсы, келесі көлдерді бізге үлкен көкпен бейнелепті. Балқаш көлі бар екен, Жайсаң көлі бар екен. Әртүрлі көптеген көлдер мен теңіздер бар, балалар. Жарайсыңдар. Адамдар тауда, жазықта, өзен көл маңында, шөлді жерде де өмір сүре алады. Адамдардың өмір сүру жағдайына табиғаттың да өз әсері бар. Таулы немесе жазықты жерлерден пайдалы қазбалар өндіріледі, далаға егін егеді. Жайылым жерлерге мал жаяды, өзен көлдерден балық аулайды. Егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысу үшін қандай табиғат жағдайы қолайлы болады? Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайы Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында кездеседі. Бұл аймақтарда адамдар егін шаруашылығымен ерте кезден бастап айналысқан. Қазақстанның сусыз аймақтарында тұратын адамдар жыл бойы малының жайылымын бір жерден екінші жерге ауыстырып отырған. Олар су табу үшін барған жерінде терең құдықтар қазған. Осылайша ата-бабаларымыз көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Ақмарал. Біздің айналамызды табиғат, ауа, су, орман, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі қоршап тұр. Адам табиғаттың бір бөлшегі болып есептеледі. Сондықтан табиғатсыз өмір сүре алмайды. Адам табиғаттан алатын өнімдерді қорек етеді. Оларды киім ретінде пайдаланады. Ежелгі адамдар табиғаттың берген дайын сыймен ғана өмір сүріп келеді. Балалар, көрдіңдер ме, бізге егін шаруашылығымен қай жерде айналысуға болады, мал шаруашылығымен қай аймақта айналысуға болатынын және бұрынғы ата-бабаларымыздың, ежелгі адамдардың қалай өмір сүргенін, жайылымдарды ауыстырғанын, өсімдік өсіру үшін құнарлы топырақты қайдан табу керек екені жайлы бізге ақпарат берді, балалар. Келесі, ежелгі адамдарға жеуге жарамды өсімдіктер табу қиынға соқты. Жануарларды ұстау мүмкіндігі азайды. Уақыт өте келе адамдар өсімдікті қолдан өсіруді үйренді. Жабайы жануарларды қолға үйретті. Сөйтіп адамдар табиғатқа тәуелді болудан құтылды. Сызбаны қара. Табиғаттан біз не аламыз? Балалар, мына балақайға қараңдар, ортасында біздің оң жағымызда бірінші суретте бидай бейнеленген, балалар. Бидайдан ұн жасайды, ал ұннан біз нан аламыз. Келесі өсімдік майы, одан кейін көкөністер және жемістер, одан кейінгісі балық және соңғысы ағаш. Яғни үйді жылытуға отын болады, бізге көмегі болады. Келесі сол жақ бетте бізде жануарлар беріпті. Жылқы берген, жылқыдан ет аламыз. Келесі сиырдан сүт аламыз. Қойдан, одан да ет аламыз. Тауықтан
жұмыртқа аламыз, және соңғысы үйректен, одан да ет алады екенбіз, балалар. Жарайсыңдар, көрдіңдер ме, жануарлар мен өсімдіктердің бізге қандай пайдасы бар екенін, өте үлкен пайда береді екен бізге, Қорытынды жасайық. Біз өзімізге қажетті азық-түлікті өсімдіктер мен жануарлардан аламыз. Адамның күнделікті тұрмысына әртүрлі заттар керек болады. Оларды жасауға қажетті материалдар да табиғаттан алынады. Адамдар өз ағзасына пайдасы бар өсімдіктерді қолдана бастады. Демек, адамның табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Арман, енді біз өмір сүріп жатқан табиғат жағдайына бақылау жасап көрейік. Топқа бөлініп, төмендегі тапсырмаларды орындаңдар. Әр топ өзінің жерінің табиғат жағдайының қолайлы және қолайсыз жағын анықтауы қажет екен, балалар. Ал балалар, топқа бөлінейік. Бірінші топ карта мен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің жер бедерін және өзен көлдерін тауып анықтаңдар. Оңтүстік Қазақстан. Жер бедері жазық, Талас өзені, Аса өзені, Ақкөл көлі және Билікөл көлі бар екен. Жарайсыңдар. Келесі топ. Екінші топ, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің климатының ерекшелігін түсіндіріңдер. Оңтүстік Қазақстанның климаты континентті, жазы ыстық, қысы суық. Мұхит пен теңізден қашық орналасқан аймақтардың климаты континентті деп айтамыз, яғни бір-біріне қарама-қарсы. Үшінші топ, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің өсімдіктер дүниесін анықтаңдар. Қазақстанның оңтүстігінде табиғат жағдайы ылғал және топырағы құнарлы болып келеді. Біздің табиғатымыз өсімдік өсіруге және егін шаруашылығымен айналысуға өте пайдалы. Жусанды, дәмді өсімдіктер өседі. Келесі топ. Төртінші, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің жабайы жануарлары мен үй жануарларын анықтаңдар. Жабайы жануарлар түлкі, қасқыр, қоян. Келесі үй жануарлары сиыр, қой, жылқы, түйе деп әртүрлі болып кете береді екен, балалар. Жарайсыңдар. Балалар, біз енді 29-шы сабақты аяқтадық. Келесі 30-шы сабақты бастайық. 30-шы сабақ қауіпті табиғат құбылыстары. Сен кейбір табиғат құбылыстары адам өміріне қауіпті болатынын білесің. Қауіпті табиғат құбылыстарынан сақтанудың жолдарымен танысасың. Ақмарал, табиғатта үнемі өзгерістер болып тұрады. Арман, табиғат құбылыстары деген не екенін есіңе түсір. Сен қандай табиғат құбылыстарын білесің? Адамдар табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты табиғи құбылыстарына ертеден үйреніп, одан қорғана білді. Табиғатта ауа райының қолайсыз құбылыстары да бар. Олардың кейде адам өміріне қауіп төндіретін кездері де болады. Балалар, мына суретте бізге найзағайды бейнелеп көрсетіпті. Ол адам өміріне өте қауіпті, Келесі, жыл бойы табиғатта түрлі құбылыстар байқалады. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязды күндер жиі қайталанады. Көктемде қар еріген кезде су тасиды. Соның салдарынан өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасынан асып, үйлерді, жолдарды және көпірлерді қиратуы мүмкін екен, балалар. Енді балалар, суретке қарайық. Мына суретте бізге тек құмды ғана бейнелеген, бұл құрғақшылық, яғни судың тапшы болуы, судың аз болуы және жоқ болуы. Құрғақшылық айлар бойы жауын жаумағанның салдарынан жер бетінің кеуіп кетуі, оған аңызақ жел, күннің қатты қызуы да себеп болады дейді. Көрдіңдер ме, құрғақшылықтың не екенін бізге түсіндірді. Сонда жер жарылып, ол жерге тек күн түсе бергеннен сондай құрғақ болып қалады екен. Табиғат құбылыстары адамдарды қауіптен сақтана білуге үйретеді. Қауіп қатер төнген кезде қорықпау керек, сабыр сақтап, одан құтылудың жолын қарастырған жөн екен. Енді суретке қараңдар. Адамға қауіпті және қауіпсіз табиғат құбылыстарын дәптерлеріне топқа бөліп жазыңдар дейді. Бұл жерде су тасқыны, үйді, қаланы су басып қалыпты. Тағы қандай қолайлы және қолайсыз табиғат құбылыстарын білесің? Балалар, енді қарайық. Бізге мына жерде 4 сурет беріпті. Төмендегі суреттерде бейнеленген қауіпті табиғат құбылыстарының атауларын дәптерлеріңе жазыңдар дейді.
Ал енді бұл қандай құбылыстар екенін тізіп жазып шығайық. Біріншісі бұл күн күркіреп, найзағай ойнап, жаңбырдың жаууы. Жаңа найзағайды айттық қой, балалар, ең қауіпті құбылыстардың бірі. Келесі суретте жердің сілкінуі. Көрдіңдер ме, суретте жер кәдімгідей жарылып кеткен, ортасынан бөлініп. Жер сілкінуі де өте қауіпті табиғат құбылыстарының бірі. Жер сілкінісі кезінде қауіпсіз ашық алаңда қалуға тырысу керек, балалар. Және де ғимараттардан, электр шамдарынан, әйнектерден аулақ тұру керек. Олардың адам өміріне зиян тигізуі әбден мүмкін. Келесі су тасқыны. Су тасқыны ол жаңағы айттық қой, балалар, көктем мезгілінде көп болуы мүмкін. Қыстан кейін қар еріп, өзендер мен көлдер толысып, сол еріген сумен судан су тасқыны болуы мүмкін екен. Келесі үлкен дауыл, құйын. Көрдіңдер ме, балалар, тіпті ағаш, үй, көлікті де ұшырып жатыр. Өте үлкен осындай дауыл, құйын болса, осындай адамдарға тигізетін зияны көп екен, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін сендермен бірге 2 сабақты талқыладық. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңдар, балалар. Сау болыңдар.